Сәлеметсіздерме? Сіздермен 99 каналы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы биоинформатика ұғымы. Биоинформатиканың құралдарын зерттеуге қолдану. Биоинформатика әдетте биологиялық есептерді шешу үшін компьютерлерді пайдалану деп түсіндіріледі. Қазіргі уақытта бұл тек молекулалық биологияның есептерімен байланысты. Бұған себеп соңғы 20-25 жылда биологиялық молекулардың құрылысы мен қызметі туралы және шын мәнінде орасан зор тәжірибелік материалдар жинақталған, оған адамның геномын мысалға келтіруге болады. Бұл материалдар талдау үшін дамыған компьютерлік әдістер қажет. Осы ғылым саласының зерттелетін нысандарына қарай бірнеше бағыты болады. Бұл бағыттарға тізбектер және құрылымдық биоинформатика және компьютерлік геномиканы жатқызсақ болады. Шешетін есептер типіне қарай оның бірнеше бағыттары бар. Бұған жаңа биологиялық білім алу үшін белгілі талдау әдістерін қолдану, биологиялық деректерді талдаудың жаңа әдістерін дайындау және жаңа деректер базасын дайындау жатады. Қазіргі уақытта биоинформатиканы қолданудың неғұрлым танымал және тиімді саласы тізбектерді талдаумен тығыз байланысты геномдарды талдау жатады. Биоинформатиканың бұл бөлімі нуклеотидті және нәруызды тізбектерді талдаумен айналысады. Қазіргі кезде нуклеотидті тізбектерді анықтаудың тиімді тәжірибелік әдістері жасалып жатыр. Нуклеотидті тізбектерді анықтау арқылы бұл жақсы автоматтандырған әдеттегі іс-шараға айналады. Биоинформатикалық есептің бірінші типі бұл нуклеотидті тізбектердің нәруыздарды кодтайтын және РНК-ны кодтайтын реттеуші нәруыздармен байланысатын бөліктерін, тағы да басқаларын іздейтін есептер. Бұл қарапайым есеп емес. Мысалы, эукариотты организмдердің гендерінде мағыналы және мағынасыз ферменттер кезектесіп орналасады. Мағыналы ферменттердің арасында қашықтық 1000 нуклеотидке жетуі мүмкін. Нәруызды кодтайтын ДНК бөлігін анықтау қажет болса, онда өте қарапайым операцияның көмегімен белгілі бір генетикалық кодты қолданып, трансляциялау арқылы амин қышқыл тізбектерін алуға болады. Келесі салыстырмалы эволюциялық тәсілдер. Биологиядағы күшті тәсілдердің бірі болып табылады. Мысалы, бір организм нәруызының қызметі тәжірибе жүзінде жақсы зерттелсе, енді бір организмде соған ұқсас амин қышқыл тізбегі бар нәруыз табылған. Екінші нәруыз дәл сондай немесе соған ұқсас қызмет атқарады деп болжауға болады. Тізбектерді салыстыру бұл биоинформатиканың маңызды міндеті. Салыстырмалы эволюциялық тәсіл бұл биоинформатикалық әдістермен үйлескенде жаңа биологиялық білім туындайтынына көптеген мысал келтіруге болады. Генетикалық мәтіндер. Биоинформатиканың жеке тізбектері талдаумен байланысты негізгі міндеттері бар. Бұл екі тізбектің ұқсастығын анықтаумен теңестіру, көптеген теңестірулер құру, гендерді ажырату, реттеуші нәруыздарды байланыстыру сайтарын болжау және РНК-ның екінші реттік құрылымын болжау. Құрылымдық биоинформатика кеңістіктегі құрылымдардың тәжірибеде анықталғандарына ғана талдау жасаумен айналысады. Әрбір нәруыз молекуласы ерекше амин қышқылды тізбектерден тұрады. Сонымен қатар бұл тізбектер кеңістікте ерекше тәсілдермен орналасып отырады. Құрылымдық биоинформатика міндеттеріне мысалдар. Нәруыздың белгілі бір қызметі үшін маңызды нәруыз молекулаларының бөліктерін анықтау ғылыми терек нәтижесі бола алмайды. Ол тек азды көпті сенімді болжам ғана, соңынан оны тәжірибе жүзінде тексеру қажет болады. Туыстас нәруыздардың құрылымын салыстырмалы талдау. Кеңістіктегі құрылымы негізінде нәруыздарды жіктеу. Екі немесе бірнеше нәруыз молекуласы кешендерінің нәруыз молекулалары мен басқа молекулалар кешендерінің құрылымын талдау. Нәруыз молекулаларына химиялық заттар молекуласының әсерін болжау. Нәруыз құрылымын ұқсас тізбегі бар нәруіз құрылымы бойынша болжау. Компьютерлік геномика. Қазіргі кезде көптеген организмдердің геномдық тізбектері толық дерлік анықталған. Қандай да бір геномның толық нуклеотидтік тізбегін оқу бұл мақсат емес. Жалпы бұл кез келген жасушаның қалай жұмыс істейтіндігін зерттеу үшін қолданылатын алғашқы қадам болып табылады. Бактерия геномдарын зерттеу олардағы метаболизм зерттеу үшін жүргізіледі. Жалпы зерттелген организм патогенді болған жағдайда оған дәрілік препараттар әсер ету мүмкін нысандарды табу жұмыстары жүргізіледі. Екінші жағынан геномдарды зерттеу биотехнологиялық өндірісте қолданылатын жаңа метаболизм тәсілдерін немесе ферменттерді табуға мүмкіндік береді. Геномдарды компьютерлік талдау негізгі элементтерден тұрады. Бұларға ген қызметін реттеуді
зерттеу және геномдарды салыстырмалы талдау, нәруыз тізбектерінің ұқсастықтары мен басқа да ерекшеліктері бойынша алдын ала түсініктеме беру және тізбектегі гендерді болжау жатады. Жаңа биологиялық білім алу үшін белгілі талдау әдістерін қолдану. Жалпы биологиялық мәліметтерге компьютерлік талдау жасауға арналған құралдар мен әдістердің алуан түрлері бар. BLAST деректер базасы бұл ұқсас тізбектерді іздеу және амин қышқылдары тізбектерін көп түрлі теңестіру, екінші реттік РНК құрылымдарын болжау, кеңістіктегі құрылымдарды көрсету, кеңістіктегі құрылымдардың динамикасын модельдеу бағдарламасының және тағы да басқа ең танымал сервисі болып табылады. Кез келген биологиялық деректерді компьютерлік талдау эксперимент болып табылады және оған арнайы талаптар қойылып отырады. Биологиялық деректерді талдаудың жаңа әдістерін дайындау. Жалпы биоинформатиканың басты мақсаты бұл биологиялық процестерді түсінуге жағдай жасау. Биоинформатиканың басқа тәсілдерден айырмашылығы мақсатқа жету үшін қарқынды есептеу әдістерін жасауға және оны қолдануға бағытталады. Мұндай әдістерге мысал бейнелерді ажырату, оқу алгоритмдері немен биологиялық деректерді көрсету. Жалпы зерттеушілердің негізгі күші тізбелікті теңестіру, гендерді табу, оның мағынасын ашу, дәрілерді дайындау, нәруыз құрылымын теңестіру және де болжау, гендер экспрессиясын және нәруыз өзара әрекеттесуін болжау, толық геномды қауымдастықты іздеу және эволюцияны модельдеу мәселелерін шешуге бағытталып отырады. Профессор Ивашенко қазақстандық биоинформатика мектебін құрды. Бұл Қазақстанда да шетелде де танымал болып табылады. Әртүрлі өсімдік организмдердің жасуша геномын зерттеу туралы зерттеулердің нәтижесі бұл бүкіл әлемдік маңызы бар дәйексөздердің қатарына енгізіліп отыр. Сонымен биоинформатика дегеніміз бұл деректерді басқару және талдау кезінде туындайтын деректер базасын, алгоритмдерді, есептеу мен статистикалық әдістерді, практикалық және теориялық мәселелерді шешуге арналған теорияны жасау және жетілдіру болып табылады. Назарларыңызға рахмет.